Ер адамның киімін баспа. Ертеде Есенгелді атты кісі тұрмыс кешеді. Ол 7 атасынан бері бай, мал жаны мыңғырған дәулетті адам екен. Болыс болып елде билейді. Оның тоқалынан Беки есімді ұл болыпты. Беки орысша сауаты өте жоғары, көзі ашық жігіт болып өседі. Бекидің ел ішіндегі беделін бәйбішеден туған ұлдары көре алмай, әкесіне қарсы айдап салады. Оған балаңыз атадан қалған дәулетті бей-берекет шашып жүр, ел-жұртқа абыройсыз қылып бітті деп жамандайды. Балаларының сөзіне иланып қалған Есенгелді, олай болса маған қандай ақыл бересіңдер деп сұрапты бірде. Ойбай әке, ондай баланың барына жоғы, тез құтылғаныңыз жөн деп азғырады мысық тілеуылдары. Зұлымдардың тіліне ерген бай Бекиді мерт қылады. Бұл оқиғаның жай-жапсары кейін барлық жерге тарап кетеді. Байдың келіні өте есті жан екен. Әкесінің өз ұлының түбіне жеткенін дәлелдеп, қазы билердің алдына жүгінеді. Бай баласын өлтіргенін мойындап өкінеді. Даудың соңы құмға кеп тірелгенде өжет әйел: еріме құт болмаған дәулет маған бақыт бермейді. Бір ғана тілегім бар. Қайын атамның 7 атасынан бері келе жатқан құнды жағалы тоны төрінде ілініп тұрады. Соны бір аттап өтем. Басқа талабым жоқ депті. Келіннің өтініші орындалады. Көп ұзамай Есенгелді бір жұтта 4 түлік малынан тегіс айырылып, таяқ ұстап қалады. Киелі киімі аяққа тапталғандықтан байдың бағы таяды. Ақыры Есенгелді жоқшылықта қайыр сұрап жүріп өлген екен. Бұл оқиғада қатысты орыс жазушысы Дал Беки мен Мәулен атты хикаят жазған. Осы жағдай киімнің де құты болатынын, оны басқадан киесі кетіп, шаңырақтан бақ ұшатынын көрсетеді. Жазушы Мұхтар Мағауиннің «Алты бақаннан соң» атты әңгімесінде ер адамның киімін әйел адамның астына басып отырмайтыны туралы оқиға суреттелген. Шығарма авторы бұл жерде әйел адам ер кісінің киімін астына басса, оның басынан бағы таяды деген ой әсерлі де нанымды жеткізілген.